Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен Расул Мамдатовтың шығармашылығын өтетін боламыз. Сіздердің алдарыңызда 3 сурет көрсетілген. Бірінші суретте тікелей ашылу отырғанымыз, екінші суретте ашылуында анық сабағымыздың тақырыбы бұл Расул Мамдатовтың еңіз ағыстан шығармасы. Бұл суреттер, яғни дағыстандық суретші және де журналист. Бұл ең басында журналистке жаңағы суреттерді аралап тамашалап жүрген кезде Дағыстандық суретшісің. Бұл айтады, неге сіз осындай сурет салдыңыз дейді. Ағаштың басында желісі бойынша алынған аңыздан үзінді. Екінші суреттен тікелей тұлғаның басында тұрған құсты көрді. Алдыда болған ағаштқа жарыш өзікті. Құс тайранды. Оған өзім терезесінен қайтылды қорқасып қарап тұрды. Жазбаша түрде жазған бойынша кейіпкер іс-әрекеті және кейіпкерге баға беру қажет. Бірінші бізде кейіпкер бұл бізде суретшісі, екіншісі анасы, үшіншісі автор. Іс-әрекеткері. Бірінші суретшінің іс-әрекеті. Кеш қой, кезінде туған жерінде жанып тұрған жақсы. Бұл тапсырмада мына сөзде тиесілі неге сәйкестендіру керек. Бұл аварлардың көне аңызы бойынша салынған сурет. Сен қателестің Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Бұл кімнің сөзі? Кеш қой. Енді елместек қалдырған сүйегімді қайтаруға хақым бар ма менің? Бұл кімнің сөзі? Сендер абарша сөйлестіңдер ғой, яғни сіздер екі кейіпкер берілген, бұл кейіпкерлерді сіздер сәйкестендіріп кімнің сөз екенін табуға. Итальян келешек суретшінің әйелі бейнеленген. Тау ішіндегі бұлақтың басында тұр, қолында атақты газет шеберлері нақыша жасаған бес құра. Тау баурайында қайғырып, тұнжырап тұрған арбаның тас аулы, ауыл сөйлеп тұрған олар болған екен қайғы.